Баршаңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен бірге келесі видео сабағымызда, яғни GI белок туралы талқылайтын боламыз. GI белок туралы видеоны соңына дейін көріңіздер. Яғни J рецепторларды қандай рецепторлар жатады, оның механизмдері қандай, соның барлығын конспекттеп маған жіберетін боласыздар. Ең бірінші GI белоктың рецепторларына нелер жатады, соны бірінші жазып алайық. Бұған M2, M4 холинорецепторлар жатады. Альфа-2 адренорецепторлар жатады. Одан кейін D2 дофаминдік рецепторлар жатады. Және тромбоксандық екінші, яғни тромбоксандық рецептормен екінші түрі жатады. Енді біз GI белоктың рецепторларын, яғни екіге бөліп қарастырып аламыз бірінші. Яғни осыдан екіге бөліп тастайық. Яғни бір жағында нейрон тәрізді құрылымдар деп қояйын, құр деп қояйын. Және бездер, соларда болатындар. Екінші жағына тегіс салалы бұлшық еттер және тағы басқаларында болады. Және тағы да басқаларында болатын рецептор туралы. Енді мына нейрон тәрізді құрылымдарда болатын жаңағы механизмдер бұл бета гамма дейтін суббірлік бар ғой, алдыңғы сабақтарда өттік. Осы суббірліктер арқылы жүреді. Ал тегіс салалы бұлшық еттер және басқа да құрылымдарда альфа суббірлік арқылы жүреді. Оны сіздер білесіздер. Енді бірінші біз мына түрін талқылап жүрейік. Мына түрін талқылайық. Бұл жерде біз бірінші жасушаны салып алайық, өйстіп. Жасушаның қабырғасын міндетті түрде жасылмен саламыз біз. Одан кейін G белокты салып алайық, рецепторын. Бұл жерде бұл GI белок, бұл тақырып GI белок. Бұл жерде қандай рецептор болуы мүмкін? Мысалы, дофаминдік рецептор болса, D2 дофаминдік рецептор. Екінші түрі, бірінші түрін алдында айттық. Енді агонист білеміз, қоздыратын. Осыған келген кезде дофаминді бөледі ол өзінен. Яғни бұл жерде нейрондарда жүріп жатыр. Значит, мына жақта келіп тұрған бұл мынандай нейрон деген сөз. Енді мына дофаминді бөлді. Дофамин яғни өзінің D2 рецепторына әсер етеді. D2 рецепторына әсер еткеннен кейін бұл жерде бета және гамма дейтін суббірліктер бар дедік. Яғни олардың механизмін сіздер білесіздер. Ол мына жасушаның қабырғасындағы, яғни каналдарға әсер етеді. Нақтырақ айтатын болсақ, жасушаның қабырғасында именно осы механизмдер бұл калий каналы арқылы жүреді. Калий канал деп қояйын, каналы арқылы жүреді. Қалыпта білесіздер, жасуша сыртында натрий, ішінде калий болады. Бірақ осыған қарамастан, екеуі де плюс зарядтыға қарамастан, бірақ білесіздер, жасушаның сырты плюс зарядталған, іші минус зарядталған, іші минус зарядталған, оны білесіздер сіздер. Енді жаңа дофамин мына рецепторды қоздырды, GI белоктық D2 рецепторды қоздырды, мысалы. Ол мына суббірліктерге әсер етті, бета-гамма суббірлігі. Енді бета-гамма суббірліктер бұл мына калий каналына әсер етеді. Калий каналына оң заряд, яғни оң заряд емес, плюс әсер етеді деген сөз. Енді калий каналы активтенді. Бұл калий канал мына іште тұрған калийлерді сыртқа шығарады. Бәрін сыртқа шығарады. Калийлер сыртқа шықты, калий. Енді мынаны қараңыздар, жасушаның сырты өзі оң заряд. Мына механизмдермен іштегі калийлерді, плюстерді тағы сыртқа шығарып жүреді. Значит, сырт слишком плюс болып кетті. Іш өзі минус тұғын. Іштегі плюстарды сыртқа шығарып жүреді. Іш одан сайын минус болды. Минус, мысалы минус деп қойын,
x2 деп қойсаң, иә, яғни 2 еселеніп кетті минус зарядта. Значит, іш қатты тежеліп кетті. Не істейді? Гиперполяризация дейміз, иә, бұны гиперполяризация. Яғни бұл механизм гиперполяризациямен жүреді екен. Мысалы, бұған не жатамыз? Бұған лактотрофты жасушалар жатқызады екенбіз, иә, лактотрофты жасушалар. Лактотрофты жасуша. Иә, лактотрофты жасушалар жатамыз. Бұлар пролактин дейтін, білесіздер, гормон. Вот осы пролактин гормонының секрециясына қатысады, иә, негізі қалыптыда лактотрофты жасушалар осылай секреция бөліп тұру керек. Бірақ та ол жасушада, яғни осындай мысалы механизмдер жүру арқылы, иә, гиперполяризацияланды. Бізде білеміз, лактотрофты жасуша, значит, ол гормон бөлетін болғандықтан ол без болып саналады, иә. Енді қараңыз, мына жақта жаңа бездерде жатады дедік, иә. Енді гиперполяризация тежеліп жатыр. Значит, не істейді? Секреция төмендейді. Значит, егер де лактотрофты жасушада мына механизм жүретін болса, секреция кемеді, значит, пролактин бөлінбейді деген сөз, иә. Түсінікті болды деген ойдамын. Мысалы, мынаны не қылайық, нейрон тәрізді құрылымдар дедік, иә. Оған біз жүректегі СА түйінін жатқызамыз, иә. Жүректе СА түйін бар, вот. Енді осы СА түйінді тоже мына жасуша деп қарастырсақ, иә. Бұл жерде тоже мысалы рецептор бар. Енді бұл жерге нервус вагус әсер етті дейді. Нервус вагус әсер етті. Иә, нервус вагус өзіне не бөледі? Ацетилхолин, АХ деп қойын. Ацетилхолин бөлді. Ол мына, яғни өзінің рецепторын әсер етті. Эмек рецепторы деген. Бұл яқтағы бетта және гамма дейтін суббірлікті не істеді? Қоздырды. Күн жандырып қойын. И бұл не істеді? Бұл мына жердегі калий каналына әсер етті, плюс сосын калийлерді не істеді? Сыртқа шығарып жіберді. Иә? И калий сыртқа шыққасын іш минусты алып кетеді. Минус 2 деп қойын. Гиперполяризация болды. Гиперполяризация деп отырмыз. Бұл тежеліп жатыр, иә? Значит, жүректің жұмысы шамалы тежеледі. Яғни жүрек соғу жиілігі төмендейді. Білесіздер ғой, симпатика бұл жүрек соғуын жоғарылататын болса, парасимпатика керісінше төмендетеді. А парасимпатикаға не жатады десек, парасимпатикаға нервус вагус жатады, оны өздеріңіз білесіздер. Нервус вагус парасимп деп қойын, симпатикалық жүйке жүйесіне жатады. Енді, значит, механизм осылай жүріп жатыр екен, жүрек соғу жиілігі осылай төмендейді екен. Түсінікті деп болды деген ойдамын. Дәл солай, мысалы панкреатикалық, мына жерде лактотрофты жасушалар, иә, бұл жаңа білесіздер, гипофизден өндіріледі, значит, лактотрофты жасушалар сол жақта болады деген сөз. Енді қараңыздар, бездерде дедік, айтпақшы, мына жерде секреция болғанымен, иә, ол безді жасуша болғанымен, бірақ ол жаңағыдай арнайы, мысалы, инсулин, мысалы, глюкагон, инсулин дейтін, то есть ұйқы безі инсулин, глюкагон дейтін гормон бөледі, ал пролактинді, мысалы, бөлетін нақты шеткері не жоқ, без жоқ, значит, ол біздің миымыздан бөлінеді деген сөз, яғни ми жақтағы білесіздер, гипоталамус, гипофиз арқылы жүйе арқылы реттеледі бұл пролактин гормон секрециясы. Ал мына жерде мен сізге нақты бездерді мына жерде сызып көрсетейін. Білеміз, ұйқы безінің жасушалар бар. Соның ішінде бет, яғни лангерганс аралшықтары дейтін бар, Вот лангерганс аралшықтарында альфа, бета дейтін жасушалар болады. Именно бета жасушалар, бета деп қояйын, бета жасуша бұл нені бөледі? Бұл инсулинді бөледі.
инсулин гормон қандағы қанттың деңгейін төмендететін. Иә. Енді бұл жерде де осындай рецептор болады. Міне. Иә. Бұл мысалы GI рецептор бүгін өтіп жатқанбыз. Енді бұл жерде мысалы альфа-2 рецептор болып деген. Вот енді қараңыздар. Агонист әсер етті. Бұл не істеді? Өзінен бета, альфа емес, гамма. Гамма дейтін суббірліктерді қоздырды. Ол не істеді? Калий каналын активтеді. Калийлер сыртқа шығып кетті. Іш тежелді. X2. X2 деп отырғанымыз, және 2 еселеніп кетті, минус серет. Сосын не болады? Гиперполяризация болады. Гиперполяризация. И бұлдан не істеді? Инсулинді бөлмей қалды. Секреция төмендеді. Значит, қандағы қант көбейді деген сөз. Шамалы жоғарылады. Көбейді емес, шамалы жоғарылады. Өйткені инсулин бөлінбей қалды деген секілді. Яғни осындай механизмдермен жүзеге асады екен. Бұл нейрон тәрізді құрылымдарда және бездердегі және механизмдері, GI белоктер механизмдері, иммунорецепторлар арқылы жүреді. Ал мына тегіс бұлшықеттерде және басқаларында альфа суббірлікпен жүреді дедік. Енді тегіс салы бұлшықеттер бұл қантамырларда болады. Енді мына жерге қантамыр салайық. Мынау қантамыр. Оның қабырғалары білеміз тегіс салы бұлшықеттерден тұрады. Примерно өйстіп салып қойын. Енді мен мынау салайын. Мынау қантамыр. Қантамырдың ішкі эндотелий қабаты. Ал мына жерде мынау сыртында гүл тәрізді салып қойдым. Бұл жаңа тегіс салы бұлшықеттер деп елестетейік. Вот сол жерде не бар? GI белоктың мысалы альфа-2 рецепторлар болады. Вот. Енді адреналин. Адыр деп қойдым. Норадреналин, нора деп қойдым. Вот осы норадреналиндер мынаған агонист дейді. Агонист қоздырады осы рецептор. Осы агонистік әсер еткеннен кейін плюс мына рецептор қозды. Рецептор қозғасын не істейді? Бұл аденилат циклаза дейтін ферментті, жалпы механизм етіп кетейін. Аденилат циклаза дейтін фермент бар. Бұл АТФ-ті ЦАМФ-ға айналдырып дейді. ЦАМФ-ға айналдырып дейді. И бұл не істейді? Протеин киназа, протеин киназа аны активтейді дедік. Бұл не істейді дедік? ПЛБ деп қойын. Фосфоламбан дейтін айтты. Вот фосфоламбанды тежейді. Фосфоламбан негізі нені тежеу керек? Кальций 2+ АТФ аза дейтін, яғни АТФ-ті құрту арқылы жүретін каналды тежеу керек. Минус. Енді протеин киназа А мына фосфоламбанды тежеу керек. Түсінікті ғой? Мына жерде қараңыз. Кальций бұл мына фосфоламбан екеуі мынау саркоплазмалы ретикулумда орналасқан. Ішінде кальцийлер бар дедік. Оны енді мына кальций АТФ азаның қызметі бұл мына бұлшықет жасушаларының ішіндегі, яғни цитоплазмадағы кальцийлерді ішке кіргізіп жібереді. Кальцийлер ішке кіріп кеткесін не істейді? Мынау босайды. Бұлшықет босансиды. Ал мына фосфоламбан негізі тежеп тұрады. Тежеген кезде кальцийлер ішке кіргізбейді. Сол кезде бұл кальцийлер цитоплазмада болғандықтан, ол жаңа бұлшықеттің жиырылуына қатыса береді. Енді мына фосфоламбанды тежейтін не еді? Протеин киназа А дейтін. Протеин киназа А тежеу керек еді. Ой. Так, қазір. Протеин киназа А фосфоламбанды тежеу керек еді. Протеин киназа А активтену үшін не керек? ЦАМФ керек. ЦАМФ қаяқтан шығады? Бұл АТФ-тен шығады. Оны не АТФ-ті ЦАМФ-ға айналдыратын не? Бұл аденилат циклаза. Енді мына жердегі адреналин әсер еткеннен кейін
мына фосфоламбан мына кальций ата фазаны тежегеннен кейін кальцийлер ішке кіре алмай қалады дедік, иә. Значит, енді қараңыздар. Тежегеннен кейін кальций кірмеді. Фосфоламбан протеин киназа А тежеп тастады. Протеин киназаға неден активтенді? ЦАМФ-тен активтенді. Енді мына альфа-2 рецептор қозғаннан кейін мына аденол циклазаны тежейді. Енді қараңыз. Тежегеннен кейін не істейді? Мына механизмдер жүрмейді. Нәтижесінде мынау протеин киназа А не істейді? Активтенбейді. Протеин киназа активтенбеген соң фосфоламбанға әсер ете алмай қалады. Фосфоламбан енді өзінің әсерін көрсетеді. Мынаны тежеп тастайды. Қызыл. Кальций 2 АТ фазаны тежеп тастады. Мен жасылмен көрсетейін. Тежеп тастады кальций АТ фаза. Кальцийлер қаяқта қалды? Не сыртта қалды? Сыртта дегенде цитоплазмасында қалды, иә. Кальцийлер қалғасын не істейді? Бұл шығеді. Жиырылуы. Яғни бұл шығет жиырылуына қатысады екен, осылай. Көрдіңіздер ғой, механизм қалай жүріп жатқан. Яғни мына жерде адреналин, норадреналин, аденол циклазаны тежеді. Бұдан АТФ, ЦАМФ айналған жоқ. ЦАМФ болмағасын протеин киназа А активтенбейді. Протеин киназа А активтенбегесін бұл фосфоламбанды тежей алмайды. Ол кезде фосфоламбан өзінің қызметін атқарып тұрады, міне жасылмен бүйтіп қояйын, птичка. Өзінің қызметін атқарып тұрады да, бұл не істеді? Кальций 2 АТ фазаны тежеп тастады. Кальций 2 АТ фаза тежелгесін сырттағы кальцийлер ішке кіре алмай қалды. Ішке кірмегесін ол цитоплазмада қалып қойды. Цитоплазмада қалғасын бұл шығет, яғни жиырыла береді, осылай. Көрдіңіздер ғой, адреналин, норадреналин қалай әсер ететін. Дәл солай жаңағы тромбоксандық А2, яғни екінші түрі, осы екінші түрлі рецепторында тромбоциттер агрегациялайды. Агрегация. Тромбоциттен бір-бірін жабысуы, ол үшін не керек? Кальций керек. 2+ кальций керек, ал кальцийдің көбеюі қалай жүрді? Кальцийдің көбеюі жаңағы мынандай сияқты механизмдермен жүрді. Түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы бүгінгі GI рецепторын айтатын сабағымыз осы. Мына механизмдерді міндетті түрде сызып, конспекттеп маған жіберіңіздер, иә. Сосын егерде сіздер өздеріңіз қалайтын болсаңыздар, может бір күні осы курс аяқталғаннан кейін, иә, егерде сіздер қаласаңыздар, мүмкін давайте бір әр рецепторларға бір дәріден, иә, жаңағыдай мына рецепторға әсер етті, мынандай әсер етті деген секілді, яғни бір дәрі, мысалы дәрі мына рецепторға әсер етті деген, ол әсер еткен мынандай механизмдер жүрді, одан кейін мынандай болды деген секілді, яғни талдайық. Яғни Zoom сабағында болсын, әйтеуір талдайық. Барынша негізі осындай прямой эфирде, яғни Zoom-да секілді өткеніміз дұрыс еді, өйткені бір-бірімізге сұрақ қоя аламыз ол жерде деген секілді. Жалпы бүгінгі видеомыздағы тақырып осы. Келесі видеода кездескенше міндетті түрде конспектілерді жіберіңіздер.